Құрметті ардагерлер қауымы, құрметті Ауғанстанда әскери борышын өтеген ардагер ағалар. Бізді Тәжік-Ауған шекарасында қызмет атқарған қазақстандық жауынгерлер. Президент жарлығымен 2020 жылдың 6 мамырында жарық көрген ардагерлер туралы заң бойынша ұрыс қимылдар қатысушы ретінде ардагер санатына қосылдық. Ұлы Отан соғысының майдангерлерін аса құрметтеген ауған ардагерлерін біз де құрметтейміз. Әйтсе де кейбір азаматтар тарапынан ауғандықтар туралы бұрыс ыңғайсыз сөздер айтылып жүргеніне өкініш білдіреміз. Шын мәнінде ауғандықтар ағаларымыз соғыс көрген, оқ пен оттың арасында шындалған азаматтар. Олар сол кезде отан алдындағы антына адалдық таныта білді. Өкінішке орай 1000-ға жуық отандастарымыз сол соғыстан қаза болды. Осыны түсіне білуіміз керек. Мемлекет басшысы 2019 жылы 15 ақпанында, яғни Ауғанстан кеңес әскерінің соңғы жауынгері оралған күніне атаулы күн ретінде белгілеп, 2019 жылдың 3 шілде үкімет 467 қаулысымен бекітілген болатын. Сондықтан президент пәрменімен бекітілген атаулы күнді ешкім жоққа шығаруға құқығы жоқ деп ойлаймыз. Бұл жеке басымыздың мүддесі емес. Біз ауғандық жауынгерлердің ұйымдарымен бірлесіп жас ұрпаққа отан патриоттық тәрбиелеуге дайынбыз. Заң бойынша ардагер санатына қосылған соң елдігімізді көрсететін іс-шараларға өткізіп, ортақ міндет деп санаймыз. Бірлігіміз жарасқан. Қазбат жауынгерлік іс-қимылдар, бітімгершілік операциялар одағының республик қоғамдық бірлестігінің төрағасы Аскар Шимпеев. Уважаемые ветераны, уважаемые братья-афганцы, выполняющие воинский долг в Республике Афганистан. Мы, ветераны боевых действий на таджик-афганской границе, вошли в категорию ветеранов боевых действий на территории других государств согласно закону о ветеранах от 6 мая 2020 года. Мы также чтим память ветеранов Великой Отечественной войны, которые были воспитаны в духе патриотизма. Тем не менее, к сожалению, в том со стороны некоторых граждан звучат неправильные, неудобные слова об афганцах. По сути, наши афганские братья – это граждане, которые выполнили с достоинством свой воинский и конституционный долг перед Родиной. Глава государства обозначил 15 февраля 2019 года, то есть день возвращения последнего бойца советских войск из Афганистана, как знаменательную дату, и она была утверждена постановлением правительства за номером 467 от 3 июля 2019 года. Поэтому мы считаем, что никто не имеет права отменять знаменательную дату, утвержденную поручением президента. Мы, ветераны боевых действий, готовы тесно сотрудничать с ветеранскими организациями в целях воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине. Поскольку по закону нас относят к категории ветеранов, мы считаем, что все мероприятия, отражающие нашу целостность, являются общей нашей задачей. Наша сила в единстве. Председатель Союза ветеранов Казбат Аскар Шимпеев.